Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге өте жеңіл дайындалатын ыстық тағамдардың бірі мясо французский тағамымен таныстыратын боламын. Ең алдымен тартылған етімізге тұз, қара бұрышымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Картофымызды алып, шұқалап турап аламыз. Пиязымызды да алып, кубик қылып турап аламыз. Қызанағымызды да алып, осылай шұқалап турап аламыз. Табамызды майлап алып, картошкаларымызды осылай біртіндеп орналастырып шығамыз. Үстіне майонезімізді салып жағып, фаршымызды шұқалап салып шығамыз. Фаршымыздың үстінен пиязымызды салып, майонез жағып, картошкаларымызды осылай тағы бір қабат қылып қойып шығамыз. Картопымыздың үстіне майонезді жағып, шұқалап туралған қызанағымызды қойып шығамыз. Қызанағымызды қойып шыққан соң, 180 градуста қызып тұрған пешке салып, 40 минутқа пісіріп аламыз. Пісуіне 10 минут қалған кезде сырды күштен өткізіп, осылай салып шығамыз. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Үйде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.